Ассалаумағалейкум ардақты қазақ елі. Ораза қашан деп халқымыз бір дүрлігіп қалды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы біздің муфтият 19 Рамазан айының бірі деп хабарлаған еді. 18 күні кешке ораза тәрабі намазы оқылады деп хабарланды. Алайда араб мемлекеттердің кейбіреулері өздерінің әдеттеріне сай ай көру арқылы бүгін кешке тәрабі оқып, ертең оразаны бірі деп хабарлап жатқан жайы бар. Өкінішке орай кейбір адамдар сол Арабияға еліктеп, немесе басқа да жерлерге еліктеп ертеңді ұстауға ниет білдіріп жатқан азаматтарға айтарымыз, ораза тек қана 19 күні республика аумағында ұстауыңыз керек болады. Басқа мемлекеттердің айтқаны, ай көргені, тағы басқасы біздің есепке жүрмейді. Сондықтан баршаларыңызға даурықпай, ертең кешке баршамыз тәрабі намазына қатысып, 19 күні оразаның бірі болатындығын хабарлаймын. Алла ниеттеріңізді қабыл етсін, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын.